Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздермен осындай тауық етінен үй жағдайында духовкаға түсетін, керемет болып пісетін шашлик дайындайтын боламыз. Міне достар, мен осылай кесіп дайындап алдым барлығын. Қазір енді салмасын барлығын салатын боламыз. Салмасына приправа және тұз, майонез, кетчуп дайындап алдым алдын ала. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығы түсінікті болады. Кетіп дайындаймыз. Майонез саламыз. Салмасына барлығын және приправа. Тұзын саламыз. Şimdi anlatırım bakın. Mine dostlar, бүкіл салмасын бәрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын бұны 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Өйткені біздің жаңағы салмамыздың барлығы сіңу керек, сонда дәмі керемет болады. Достар, міне біздің шашликтеріміз 2 сағаттан асып тұрды, дайын болды. Енді бұны қазір мен листке салып пісіретін боламын. Сіздер бұны осылай шпажкаға тығып листке қойсаңыздар да солай пісірсеңіздер де болады үйлеріңізде, бірақ маған осылай ыңғайлы. Сосын бәрін салып бірден пісіре саламын. Сосын мен осылай саламын қазір. Міне осылай жайып, әдемілеп. Мен барлығын осылай бір листке сыйғызып. Міне достар, мен осылай салып алдым. Бәрін бір листке сыйдырып. Менде 3 аяқ болатын. Енді қазір осыны қызып тұрған тапаға 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне достар, менің үй жағдайындағы шашлигім дайын болды. Даладағы шашликтан кем емес десем де болады. Езіліп, сочный болып, күшті болып піскен. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, ас болсын.